Кеш жарық құрметті оқушылар, бұл ұлттық тестілеу орталығының ағылшын тілі бойынша ұбт-ға дайындық байқау сынағын талдау бірінші нұсқа. Бірінші сұрақта мына жерде сәйкес келмейтін сөзді табу керек. Құрметті оқушылар, мына жерде keyboard, fish tank және startup деген сөздер, бұлар compound nouns. Бұлар екі немесе одан көп сөздер қосылу арқылы жасалған жаңа сөз болып табылады. Анау school trip болса, бұл тек сөз тіркесі, еркін сөз тіркесі. Сондықтан бұл сөз мыналардың несінен бөлек тұрады. Take care of деген біреуге қарау, заботиться, біреуге қарайласу, то есть не істеу, присматривать. Look after сөзімен сәйкес келеді. Look for деген бұл іздеу деген мағынада, бұл жерде сәйкес келмейді. Look alike деген түрімен ұқсау, look around деген жан-жақты қарап шығу. View деген сөз, құрметті оқушылар, жалпы бір нәрсені қарау, видеоны, нені болса, жаңағы YouTube-тан неден көретін шығарсыздар, viewers деп, просмотры деген сияқты, views. Сол сияқты watch-та қарау сөзіне сәйкес келеді. Guess деген догадка жасау, лақтыра салу ойдан. Solve деген жаңағы шешу, apply деген тіркелу. Мына жерде correct preposition, if you are tired, take some time out. Take some time out. Бұл жерде take out, sometime out деген мағына взять отгул, то есть бір демалыс алу деген мағына келеді. Take some time above, take some time down, in деген мүлдем ондай сөз тіркесі жоқ. Енді осындай неде қолданылмайды. Мына сұрақта мен өзімнің кеше көшеде ескі досымды кездестірдім дейді. Кездесіп қалдым дейді. Бұл жерде came across болады. Came across деген байқаусыздан кездесіп қалу деген мағынада. Came about деген бұл нәрсе жағымсыз бір жағдай болғанда айтады. Came about. Came up деген не қолданылмайды. Бұл жерде фраза came up емес, бір нәрсені ойлап табу деген мағынада. Non-fiction деп бұл жерде құрметті оқушылар кітаптың жанрын сұрап жатыр. Бұл жерде fiction деген адамның өзінің ойынан ойлап тапқан нелерді айтады, шығармаларды, non-fiction деп өзінің ақылынан ойлап таппаған нәрсені айтады. Мына жерде non-fiction тек қана энциклопедия, тек қана фактілер жазады. Novel ол роман, адамның ойлап табатын нәрсесі. Миф, жаңағы ертегі, сказка, бұл да адамның ойлап табатын нәрсе. Crime story, бұл да жаңағы адамның ойынан шығаратын нәрсе. Энциклопедия ойынан шығармайды, тек қана фактін жазады. Дұрыс preposition. The basket is full of fresh fruit and vegetables. Бұл корзина дейді, балғын жеміс пен көкөніске толы дейді. Full of. Full by, full for, full with деп қолданбайды. Full of деп айтамыз. Дұрыс нені қойыңыздар дейді, жаңағы екі сөзді қосатын сөзді табыңыздар дейді. Look left and right when you cross the road. То есть жолдан өтетін кезде бірінші солға, одан кейін оңға қара дейді. When деген, towards деген сол жаққа қарай деген мағынада, after деген кейін деген мағынада, where деген сол жақта деген мағынада. Сол үшін жерде when ғана сәйкес келеді. Дұрыс сөз таңдаңыздар. If I were you, I would tell the truth. Егер мен сен болсам дейді. If I were you. Мына жерде am, is, are сәйкес келмейді, be де сәйкес келмейді. Құрметті оқушылар, ағай, негізінде I was ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Бұл past simple'да солай қолданылады. I was, he was, she was, мен болдым, сен болдым, ол болды деген мағынада. I was, he was дегенде past simple'да қолданамыз. Бірақ, құрметті оқушылар, if немесе if only деген сөйлемдер бар ғой, или I wish деген сияқты сөйлемдер осылармен басталады. Бұл unreal situationsқа, нереальный ситуация қолданатын жерде біз I, he, she етпен всегда were қолданамыз. I wish I were. Мен осындай болсам ғой дейді. Мен егер сен болсам деген. Келесі вариант. Be as, мына жерге adjective келу. Be as supportive as possible towards the kids. As supportive. Support бұл етістік, бұл жерде грамматикалық тұрғыдан сәйкес келмейді. Supported бұл да не ретінде, снесім ретінде қолданылады, бірақ мағыналы түрден келмейді. Поддерживаемый деген мағына. Наоборот, поддержка көрсетуім керек. Supportive. Саған поддержка емес, сен поддержка жасауың керек. Supportive дейді. Supporter деген зат есім. Бұл жерде тек қана supportive сәйкес келеді. Second conditional, құрметті оқушылар. Second conditionalды мен жалпы сізге түсіндіріп өтейін. Құрметті оқушылар, conditional жалпы екі сөйлемнен тұрады. If clause'дан тұрады, то есть бірінші сөйлем шарттырай, екіншісі негізгі result clause дейді, или main clause дейді. Result кейде main деп атайды, негізгі сөйлем деп аталады.
main clause 2 сөйлемден тұрады. Жалпы 4 conditional бар, 4-еу де осы неден тұрады. Бірақ именно second conditionalда қолданыс несі кішкене басқалай. If clauseда, second conditionalда біз past simple қолданамыз. Ал result clauseда would қосылған етістік. Етістік осы несінде нулевой формасында. Басқа ешкім қоспаймыз. If plus past simple, would plus verb нерде. Егер сөйлеммен қарайтын болсақ, if I had болады. Яғни past simple болу керек. Have-дікі had болады. If I had enough money, I would travel around the world. Егер менде жеткілікті ақша болғанда, мен әлемді қыдырушы едім дейді. I will have, if I will have, will if-тің несінде сөйлемде қолданбайды. If I have enough money, бұл present simple, ол first conditional, мына жерде сәйкес келмейді. Has грамматикалық тұрғыдан да қате болып есептеледі бұл жерде. Кеттік дұрыс вариант таңдаңыздар. I would rather stay at home. I would rather деген құрметті оқушылар, біз етістікті неде қорамыз, начальный формада қоямыз. Алғашқы дейді. Staying, to stay, stayed болмайды. Impersonal sentence. Бұл жерде, құрметті оқушылар, кім іс әрекетті жасайды, сол нәрсе қатты белгілі емес сөйлемдерге айтады. Мысалы, she could come yesterday, ол кеше келе алды. Бұл жерде, бұл personal, бізде she деп айтып берді, ол келеді деп. Person белгілі, кім жасайды іс әрекет. If only I had a long hair, бұл жерде де белгілі, personal. Өзім туралы айтып отырмын. Тек қана менде ұзын шаш болғанда ғой деп отырмын. I know many languages, мен көп тілдер білемін. Бұл да personal. Нақты I деп көрсетіліп отыр. Ал мына жерде there is. Кім іс әрекет жасаған белгісі да there is. Вообще жалпы бар деген сөз. There is a book on the table. Бұл impersonal sentence. Дұрыс вариант таңдаңыздар. When he lived in Paris, he used to drive. Used to drive. Құрметті оқушылар, used-та біз ди қосамыз, сосын кейін етістік келеді. Used to drive. Is driving бұл present simple-дің сөйлемі. Used driving бұл грамматикалық қате. Has driven бұл present perfect-тікі. Used to қосылған глагол, бұл өткен шақта жасаған қазір істемейтін нәрсе. Ол Парижде тұрған кезде, ол жұмысқа машина айдап баратын, машинаны жүргізіп баратын дейді. Бірақ қазір жүргізбейді дейді, сол мағынада. Так, енді қараңыздар. WH question. Құрметті оқушылар, questionның жалпы түрлері көп. Көбінесе осы yes no question деп аталады. Yes no question. Не болмаса WH question дейді. WH question. Осы екі түрлісі көп кездеседі. Yes no questionға біз yes no деп жауап бере саламыз. WH-ға біз нақты жауап сұрайды бұл жерде. Yes no деп жауап бере алмайсың. Bir факт, бір нәрсе сұрайды. Көбінесе мына сөздермен басталады. What, when, who, where, how деген сөздер бар ғой. Сұраулы сөздер. Солармен басталады. Мысалы қара, have you been abroad? Yes, I have. Бұл yes no question. Бұған yes no деп жауап бере саламыз. Could you speak Spanish? Yes, I could. Yes no деп жауап бере саламыз. Бұл yes no question. Are you a housekeeper? Yes, I am. Бұл да yes no question. Ал how much уже қанша тұрадыға біз нақты бір ақпарат беруіміз керек. How much жаңағы how мен басталған үшін WH question болып есептеледі. Так, мына жерде impersonal sentence means, нәрде impersonal sentence берілген, іс әрекет жасаушы қатты белгісіз, бірақ бұл қандай мағынадағы сөйлем. It's a 2 kilometer walk from this place. То есть театрға мына жерден 2 километрлік жол дейді. Бұл нені дистанция, қашықтықты айтып тұр. Time болса it's 5 o'clock, it's 2 o'clock деп айтушы еді. Температура болса it's 20 degrees, it's 15 degrees деп айтушы еді. Градусты айтады. Weather болса it's hot, it's sunny, it's cloudy деп ауа райын айтушы еді. Бұл жерде қашықтықты айтқан. Инфинитивпен жасалған сөйлем. Құрметті оқушылар, инфинитивте біз етістіктің жаңағы нулевая форма дейді ғой, негізгі формасын айтамыз. Мысалы, to go, to write, to learn. Бұлардың бәрі нулевой формадағы етістік. Жасау, бару, қазақ тілінде не арқылы жасалады ғой, жалғау арқылы. Бұл жерде ағылшын тілінде to мен қолданылады көбінесе инфинитив. Егер to болмаса, просто етістіктің өзі болса, онда bare инфинитив дейді. То есть өзі ғана тұрады. Енді кеттік. I prefer staying. Мына жерде ing қосылған, бұл инфинитив емес. I have finished cleaning. Мына жерде ing қосылған, бұл да инфинитив емес. He suggested taking. Бұл жерде де ing қосылған, бұл да сәйкес келмейді. You forgot to switch. Сен өшіруге ұмытып кеттің жарықты дейді. Осы сөйлем сәйкес келеді.
Дұрыс. Quantifier дейді. Quantifier деген, құрметті оқушылар, қаншалықты көп, аз екенін білдіретін сөздерді айтады. Quantifier. Енді қараңыздар. There is hardly any sugar in the cake. Мынау неде? Тортта дейді да, қант өте аз. There is hardly any. То есть өте аз деген мағынада. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар, мына жерде little деген бар. Sugar деген саналмайтын зат есім. Саналмайтын зат есіммен біз little, much қана қолданамыз. Many ол саналатын етістіктермен қолданамыз. Көп деген мағынада. Сол үшін мынаны вариантты алып тастаймыз. Not any sugar деп бұл жерде де қолданбайды. Грамматикалық тұрғыдан сәйкес келмейді мұнда. Енді қараңыздар, little мен much бар. Мына жерде much деген көп деген мағына келеді, және де саналмайтын зат есіммен қолданады. Мына жерде hardly any вообще аз деген мағынаны білдірген үшін much деген вариант түседі, тек қана little қалады. Енді қараңыздар, оқушылар. Little деген жалпы өте аз, not enough, жеткіліксіз деген мағынаға келеді. То есть, бұл жерде қант аз деген мағынада жазылған. Егер a little болса, құрметті оқушылар, a деген не қосылса, бұған жаңағы артикль қосылса, онда бізде жеткілікті деген мағынада болады. Көрдіңіздер ме? I have a little sugar деген қант жеткілікті, алмай қойсам болады деген мағынаға келеді. 19 сұрақта, соған ұқсас, I have a little information about this university, so I can recommend it. A little деп айтамыз. Неге? Өйткені екінші сөйлемде айтып тұр. So I can recommend. Сондықтан мен оны сендерге ұсына аламын деп. Менде жеткілікті ақпарат бар. A little жеткілікті. Few бұл саналатын зат есіммен қолданады, информация деген, ақпарат деген саналмайтын зат есім болған үшін few мен қолданылмайды, many мен қолданылмайды. Little грамматикалық тұрғыдан қолданылады, бірақ мына мағынада сәйкес келмей тұр мына жерде. Жеткілікті деген мағынада a little болады. Дұрыс, determiner табу керек. Бұл жерде neither I nor my sister would like to go to the theater. Мен де қарындасым да neither nor деген структура. Осы грамматикалық neither nor. Құрметті оқушылар, осыны есте сақтап жазбаңыздар. Neither деген анау да емес, мынау да емес, екеуі де жасамайды деген мағынада қолданылады. Neither. None деген еш қайсымыз. None көбінесе of-пен қолданылады. None of us wants to go. Еш қайсымыз барғысы келмейді деген мағынада. Бұл жерде неден nor болған үшін қолданылмайды. Both деген екеуімізде. Бұл көбінесе екеуі жасайды деген мағына қолданылады. То есть болымды сөйлеммен қолданады. I either деп айтады, кейде either деп айтады. Either of us деген екеуімізден біреуміз деген мағынада. Ана жерде nor болған үшін neither nor структурасы қолданылады. Екеуімізде театрға барғымыз келмейді деген мағынада жазылған. I'll never forget meeting the famous scientist at the conference. Құрметті оқушылар, forget doing something болса, бір нәрсені жасауды ұмытып кету деген мағынада. Егер forget to do болса, біз еске салғанда айтамыз. Don't forget to close the door. Шығып бара жатқанда есікті жабуға ұмытпа дейміз. Forget to do. Ана жерде мен бұл ғалымды конференцияда көргенімді ұмытпаймын. То есть өткен шақта болған нәрсе, соны ұмытпаймын деген мағынада. Значит, forget doing болады. I never forget meeting. I met грамматикалық тұрғыдан, to meet грамматикалық тұрғыдан мына жерде сәйкес келмейді. Meet та қате болып есептеледі. The correct variant. Grandpa can't stand taking cheap flights. То есть әжем арзан нелерді, ұшулаударды ұнатпайды. Can't stand doing деген жек көру. Не могу терпеть дейді ғой. I can't stand doing something. То есть can't stand деген етістік келсе, оған біз ing жалғауын қосуға міндеттіміз. If I had left early, бұл бізде third conditional. Егер мен ертерек шыққан кезде, мен пойызымды ұстап алушы едім. I would have caught. I would have caught my train. Third conditional қалай жасалады? Third conditional қалай жасалады? Бұл жерде жаңағы айтқандай екі сөйлемнен тұрады. Жаңағы conditional if clause, if сөйлем өтір қойылады. Сосын main clause, не болмаса result clause дейді. Main или result clause. Негізгі сөйлем. Немесе нәтиже сөйлемі дейді. Қараңыздар. If clause'да бізде нерде past perfect қолданамыз. If clause'да past perfect қолданамыз. Ал main clause'да
would плюс have плюс глагол үшінші формада, жаңа етістік үшінші формада. Міне, would have got my train деген. Would have been got бұл passive voice, сәйкес келмейді мына жерде. I had got бұл жерде would неге main clause'ды қолданбайды. Would got грамматикалық тұрғыдан қате. Келесі сөйлем, бұлда да third conditional. Если мен қатысқан кезде, мен өзімнің жеке мына жердегі не деуші неге қорға көбірек ақша жинаушы едім дейді. If only I had participated, I would have helped. Мына жерде have participated деген қолданылмайды, өйткені present perfect пен would help, тем более грамматикалық тұрғыдан дұрыс жазылмаған. Had participated мынау дұрыс, бірақ would have helped мына жерде иде аяғы жоқ, сондықтан бұл грамматикалық қате, бұл да алып тастаймыз. Had participating грамматикалық тұрғыдан мүмкін емес, бұл да қате жазылған. If only I had participated, I would have helped raise money. Мына жерде сәйкес келмейтін сөйлемді табыңыздар дейді. Бұл жерде it қолданылған, impersonal sentence пен бәрі жазылған, қайсының формасы сәйкес келмейді. It's 10 minutes walk from school. То есть мектептен 10 минуттық жерде, бұл қашықтықты айтып тұр, бұл дұрыс не істеп тұр. It's thought that time travel is possible. Ойланады дейді да, что не уақыт кеңістікте не істеу саяхаты мүмкін дейді. It looks like that time travel is possible. Бұл да дұрыс жазылған. It's really cold to go for a walk. Really cold to деген структура көптесе қолданылмайды. Өте сирек, бұл жерден слабый форма болғандықтан мыналардың арасынан бөлініп тұрады. Енді мәтін бойынша культурный шок. Бұл жерде қараңыздар. One of the stages of culture shock. То есть stages мына жерден қарамыз. Culture shock consists of four distinct stages. Міне, мына жерде айтылған. Honeymoon, negotiation, adjustment and adaptation. То есть қайсы бар мына жерде adjustment деген бар екен. Міне adjustmentті таңдаймыз. Енді мәтін бойынша келесі сұрақ. In the negotiation stage, то есть negotiation stage мына жерде жазылған ғой да. Мына жерде кішкене сәл жоғары көтерсек, міне. In negotiation stage, міне. The difference between the old and new culture become apparent and may create anxiety. То есть negotiation stage'да ескі және жаңа мәдениет қатты көрініп, адамда бір қорқыныш тудыруы мүмкін дейді. Енді мына жерден соған ұқсас бір сөйлеміз дейміз. Enjoys the difference. Бұл жерде enjoy емес, наоборот, қорқа бастайды уже. Ескі жаңа мәдениет. Notices apparent difference. Мені байқай бастайды. Is able to participate. Жоқ, бұл жерде әлі үйренбеген. Grows accustomed to әлі үйренбеген бұл жерде. Сондықтан екі ненің мәдениеттің айырмашылығын байқап, кішкене қорқыныш тудыруы мүмкін дейді. Так, келесі. The reason of experiencing culture shock is культурный шокты несін сезінудің несі себебі дейді. Moving to mountains, неге көшіп кету дейді. Тауға өзімен өзің, бұл жерде адам жоқ болғаннан кейін культурный шок болмайды. Living far from the sea, бұл вообще қатысы жоқ. Staying at home, бұл культурный шок болмайды, үйде тұра бересің. Changing countries, басқа жаңа жерге көшкен кезде не болады? Культурный шок болады дейді. Бұл жерде бұл мәтінде нақты жазылған. Culture shock refers to the feeling of disorientation by people when they move to unfamiliar cultural environment or when they are suddenly, в общем, көшкен кезде деген сөз ғой. This can be the result of immigration or a visit to a new country. Міне, басқа жерге көшкен кезде. Так, енді келесі сұрақ. Methods of getting over homesickness include. То есть, үйді сағынудың несін жазылудың методтарында не бар дейді. Бұл жерде жазылған нақты. Culture shock may cause homesickness. This refers to feeling of longing. People suffering culture shock typically experience a combination of ways of coping. То есть, соның несін справляться етудің homesickness не дейді? Не бар дейді? Developing a hobby, thinking positively and feeling grateful about what one has, and building new relationships. То есть, бұл жерде жазылған. Decreasing relationship жазылмаған, наоборот, қарым-қатынасты күшейт деп жазылған. Being hostile деген ашулы болу деген нәрсе мүлдем теріс, наоборот, басқа дос болуға тырыс дейді. Enhancing leisure time, то есть өзінің жеке уақытыңды көбейт дейді. Мына жерде бар да. То есть include developing a hobby, наоборот, уақытыңды хоббимен не дейді. Becoming naughty, то есть жаман бол деп айтпайды. Осы не ғана сәйкес келеді. Так, соңғы сұрақ мәтінмен. One of the stages of culture shock which is not mentioned. То есть культурный шоктың несі текстта айтылмаған.
Feeling distinctions. Бұл бізде жаңағы екі мәдениеттің несін разницасын көре бастау, бұл бар жазылған. Relaxed and pleased. Бұл нәрсе жоқ. Relaxed and pleased деген. Rejection and departure. То есть кейбір адамдар шыдамай кетіп қалады дейді. Бұл мәтінде жазылған. Going through different stages can take weeks, months. Ultimately, the experience can be enriching, may end up either adaptation или return home. Үйге қайтып кету. Bearing differences деген нәрсе тоже шыдаған. Кейбір адамдар шыдайды, кейбір шыдамайды деген. Relaxed and pleased деген нәрсе жоқ. Келесі сұрақ. Мына жерде не істеу керек? Дұрыс сөйлемдер жазу керек. We have been working деген бұл present perfect continuous, құрметті оқушылар. Мынау төртінші. I have done деген бұл present perfect. Correct conditionals. Бағана conditionаларды айттым да. If I had got up early, мына жерде past perfect. I wouldn't have missed. Бұл жерде would have глагол етістік үшінші формада. Бұл third conditional да. Third conditional. If you study hard, you will do. Now, present simple, will плюс глагол бұл first conditional, құрметті оқушылар. Бір жерге түртіп алсаңыздар болады. Өте қиын нәрсе емес негізінде. Дұрыс нені таңдаңыздар дейді. Бағана естеріңізде болса, of деген нәрсе none-мен қолданады деп айттым да. None of us is going to the concert. Арамызда ешқайсымыз концертке бармаймыз дейді. The students took, all the students took. Бүкіл оқушылар. Allдан кейін көпше не келеді? Plural noun келеді. То есть көпше зат есім келеді. All the students. Келесі сөйлем. Match appropriate options. Сәйкес нені таңдаңыздар дейді. Prohibition деген біреуге не қою, запрет қою. Нельзя деген сияқты. Оған біз mustn't қолданамыз, немесе can't қолданамыз. Міне, you mustn't use your mobile phone. Запрет. Сен қолдана алмайсың. Болмайды. Самолет қонып жатқанда, ұшақ қонып жатқан кезде қолданбайды. Запрет деген сияқты. Absence of necessity. Necessity ол керек. То есть керектің болмауы. Не обязательно. You don't need деген сөйлем. Көрдіңіздер ме? Must деген міндетті, ought to деген өзіміздің пікірімізді берген кезде қолданамыз. Бұл жерде сәйкес келмейді. Так, келесі сөйлем. Мына жерде дұрыс мағынасын қойыңыздар дейді. Бірінші сөйлемде қараңыздар. If I knew English well, егер мен ағылшын тілін жақсы білгенде дейді. Значит, білмейтін болып тұр ғой. Білгенде дейді да. I would have worked overseas. Мен уже шетелде жұмыс жасап қоюшы едім. Would have worked деген өткен іс-әрекетке қолданылады. Сондықтан ағылшын тілін мен уже жұмыс жасап қоюшы едім дейді. Өткен шақпен байланысты ағылшын тілін мені жаман білемін. I know English badly. I didn't work overseas. Мен шетелде жұмыс жасамадым. Осы сөйлем сәйкес келеді. Енді қараңыздар. Егер мен ағылшын тілін білгенде, мен қазір жұмыс істеуші едім дейді. Так. Сол, то есть мен ағылшын тілін жаман білем, бірақ шетелде жұмыс істегім келеді деген мағынада. Мынау бірінші сәйкес келеді. I don't work badly. Мынау да ұқсас, бірақ в данный момент I would work. Мен өзінің желаниесін білдіріп отыр. Мен жұмыс істеуші едім қазір дейді. Сондықтан мынау бірінші сөйлем сәйкес келеді бұл жерге. Енді келесі сұрақ. Modal verbs for request. Request деген сұрауға қолданатын нелер? Модалдық етістіктер. Have to бұл міндет деген кезде қолданамыз. Мысалы, we have to wear uniform at school. Мектепте форма киюіміз керек, міндетті да. Might деген қолданылмайды. Might деген мүмкіндік ретінде қолданылады. I might come to the theater with you. Мен сенімен театрға баруым мүмкін. Бірақ might I деп сұрамаймыз. May I деп сұраймыз да. Should тоже біреудің мнениесін, пікірін білдіргенде сұрады. Could мүмкін. Could you give me your pen, please? Ручкаңды бере аласың ба дейді. Request қолданады. Must деген міндетті деген кезде қолданады. И can тоже request үшін қолданады. Can I take your pen дейді. Сенің ручкаңды аламын ба деген сияқты қолдануға болады. Так, compound adjectives. То есть екі немесе одан көбірек сөзден құрылған сын есім. Fish tank бұл зат есім. Full length, бұл деген полноразмерный, бүкіл неме размер. Middle age деген орта жас. Бұл зат есім. Well known, әйгілі деген мағынада. Екеуі қосылып, сын есім жасап жатыр. 5 year old, 5 жастағы деген мағынада. Бұл да сын есім. Full moon деген бұл зат есім. Сондықтан осы үшеуі ғана сәйкес келеді. Келесі сөйлемде дұрыс неге ситуацияға сәйкес нені сөйлем таңдаңыздар. Бұл жерде сөйлемде не дейді? We can't join you for the trip. Біз сенің саяхатына қосыла алмаймыз. We are busy. Біз бос емеспіз дейді. Енді қара. If we were not busy, we would join you for the trip. Егер біз қолымыз бос болғанда, біз сенің қосылушы едік дейді.
бұл сәйкес келеді бұл жағдайға. We would be able to join you for the trip if we weren't busy. Қосыла алушы едік егер біз бос болғанда дейді, қосыла алушы едік дейді, бұл да сәйкес келеді. We will join you for the trip if we weren't busy. Мына жерде грамматикалық қате, if сөйлемде won't қолданбаймыз, бұны алып тастаймыз. If you want, will сөзі if сөйлемде қолданылмайды, бұл да қате, алып тастаймыз. If we aren't busy, we will join you for the trip. Негізі мына жерде дұрыс жазылған, грамматикалық тұрғыдан first conditional, бірақ бұл жерде уже айтып тұрды, біз неміз, сондықтан қосыла алмаймыз. Мына жерде сөйлемде айтып тұр, егер бос болса қосыламыз. То есть ол вариант немен мағынасымен сәйкес келмейді. Мына жерде we will be able to join if you aren't busy. Бұл жерде қарама-қайшы мағынамен есеге сен бос болмасаң біз қосыламыз дейді, бұл сәйкес келмейді. Так, абстракт зат есімдер дейді. Абстракты қолмен ұстай алмайтын нелер, зат есімдер. Freedom, еркіндік, бұны қолмен ұстай алмаймыз. Cupboard, шкаф, бұл жай зат есім. Science, ғылым, ол абстракты, қолмен ұстай алмаймыз. Тек ақылымыздан есте аламыз. Әсемдік, көркемдік, beauty, бұл да абстракттық зат есім. Ұстай алмаймыз, ете алмаймыз. Офис деген, ол офис, затты, monkey деген маймыл, бұл да жануар, сондықтан бұл абстракттық емес.